Сәлем достар, сіздермен бірге Мақпал, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгін сіздермен дәруменге толы витамин салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қызылша керек болады. Қайнатылған қызылшаны ұсақтап турап аламыз және қайнатылған сәбізімізді ұсақтап тураймыз. Жуылып тазартылған алманы да ұсақтап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Грек жаңғағында майдалап аламыз және барлығын бір ыдысқа салып, оның үстінен зәйтүн майын құйып, татымына қарай тұз салып және жарты анардың дәнін салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің витамин салатымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.